Күндүзүнө келетін болсақ, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ораза адамның ауыз жабылғаннан, ауыз ашқанға шейін дуасы қабыл болатын екенін айтады. Ауыз жапқаннан, ауыз ашқанға шейін 3 адамның дуасы қайтарылмайды дейді. Солардың бірі ораза адам ауыз ашқанға шейін. Бұл күнінде, түнінде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах субханаху ва тааланың бұл оразаның түндерінде тозақтан азат ететін пенделері бар дейді. Сол азат ету әрбір түнде дейді. Сол азат ету әрбір түнде дейді. Бүгін оразаның 3-ші түнінде тұрмыз. 2 түніміз өтіп кетті. Ар жағында және бірнеше түндер бар, өтеді де кетеді. Бізге бір жылда бір рет келіп, тез күнде асығыспен кетіп қалатын, кетпе десеңде де күтпей кетіп қалатын үлкен бір қонақ, жомарттықпен келіп жатқан күндер мен түндер. Осы күндерді боспен өткізіп қоймайық. Жақсылықта пайдалануға әрекет қылайық. Ол кім болсын? Ер кісі бола ма, әйел кісі бола ма, жұмыста жүрген адам бола ма, бос болған адам бола ма? Алхамдулилля. Әрбірі, иншалла, Аллахтың берген күш құдіретіменен осындай күндер, түндерді жақсылықта пайдалануға мүмкіншілігі өте бар. Әрбір адам үзір тапсаң, желеу тапсаң, желеу табуды әркімде қолынан келтіре береді. Amma әрекет қылып, жақсылықтан пайдаланамын деген адам жетеді иншалла. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Аллах жағынан осы күндерде Аллах жағынан шағыратындар бар. Я бағиял хайри ақбил, я бағия шарри ақсир. Ей жақсылықты істеуші, жақсылықты істеуді қалап жүрген адам, міне жақсылықты істейтін кезің келді. Істеп ал қазір бұны. Ей жамандықты қалап жүрген адам, осындай түндерде, күндерде жамандықты істеуден ұялайды. Тоқта. Міне айды Аллах субханаху ва таала осындай бір керемет күндер, түндер берді. Осы түндерде егер өзіңді тәрбиелеп, жақсылыққа нәпсіңді үйретіп, ардайым жақсыны жақсы көретін, жаманды жаман деп көріп, біліп тастайтын қылып үйретуге, міне айды Аллах субханаху ва таала саған сый берді. Оны қабылдап дұрыс пайдалануға әрекет қылу керек. Кімде кім осы күндер, түндерге Аллах субханаху ва тааланың әміріменен жетіп келіп жатыр екен, Аллахқа шексіз шүкір ету керек. Себебі қанша адамдар осы біз жасап тұрған күндерге және түндерге жете алмай жатқандар бар. Осы Рамазанға жетсе де ақырына жете алмайтындар да қанша. Саған осы күндерді жеткізіп, осындай нәрселерді беріп жатыр ма? Шүкірлік қылу керек. Себебі ол үлкен жақсылық. Үлкен жақсылық дегенімізді Наби саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисте ерекше шарттап баяндап айтады. Талхат ибн Убайдиллах радиаллаху анху айтады, бір екі адам болды дейді имам Ахмад рахимахуллах мұснадында шығарған хадисте. Екі адам екеуі бірден исламға кірді дейді. Наби саллаллаху алейхи ва салламның алдына келіп тәлім алып жақсылықты үйренді. Бірақ біреуі екіншісінен көре әрекеті күштірек еді дейді. Адамдар әртүрлі әрекетте. Біреуі күштірек әрекет қылады, біреуі азғантай анадан көре әлсіздеу болуы мүмкін. Бірі екіншісінен көре әрекеті күштірек еді. Сол әрекеті күшті болғандығынан көбірек әрекет қылып, Аллах субханаху ва тааланың жолында шахид болып қайтыс болды. Екіншісі олай емес. Өзіндегі бар ибадатпен шұғылданып, одан бір жыл кейін шахид болып емес, әшейін табиғи суретте қайтыс болды. Мен түсте көрдім дейді. Біз үшеуміз тұрмыз дейді. Ана екеу және мен. Жаннаттың есігі ашылып, іштен біреу бағанағы шахид болып қайтыс болған адамды емес, одан бір жыл кейін қайтыс болған адамды шақырды дейді. Бірінші құрметтеп. Одан кейін бағанағы адамды шақырды. Бірінші қайтыс болғанды. Содан кейін маған айтылды, сен қайта бер, сенің әлі мына жаққа кіретін кезің келген жоқ деді. Мен солсын ояндым да, адамдарға айтып едім, осы хабар Наби саллаллаху алейхи ва салламның құлағына жетіп келді дейді.
Сахабалар таң қалған, мынандай бір керемет өлімде өлген адам артта қалып, одан кейінгі келген адам бірінші жаннатқа кіріп жатыр. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға қарап, бұл нәрсенің несінен таң қаласыңдар? Ол бір жыл жасады ма дейді? Иә, бір жыл жасады. Бір жылда қанша Аллахқа сәжде жасады ма дейді? Иә. Bir жыл ораза ұстады ма, ана ұстамаған ораза? Иә десе, бұл екеуінің арасындағы сауаптағы айырма аспан мен жердей дейді. Бұл екеуінің арасындағы Аллахтың алдындағы әжір бабындағы айырмасы аспан мен жердей дейді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сендердің іштеріңдегі жақсыларың өмірі ұзақ болып, жақсы амалда болған адам. Жамандарың өмірі ұзақ болып, жаман амалда болған адам. Себебі адам қаншалық Аллах осындай бір күнге жеткізіп жатыр ма, бұл Аллах субханаху ва тағаладан беріп жатқан саған неғмат. Сол күндер түндерден пайдаланып қал, кейінгі жылға жетесің бе, жоқ па? Осы күндер сені Аллахқа бағанаға айтқандай аспан мен жердей басқа біреулерден айырма дәрежеге жеткізетін қасиетті күндер. Бұл уақыттар әшейін бір ұйқыменен, немесе сөзбенен, немесе соған ұқсаған бәр жерде де табу мүмкін болған жағдаймен өтіп кетпесін.